Баршаңызға сәлем қыздар, мен сіздерге бүгін осындай керемет бургерді үй жағдайында қалай дайындау керек екенін көрсететін боламын. Тіпті нанын да үйде жасаймыз. Ол үшін ең алдымен біз нанын жасау үшін қамыр илейміз. Қамырға жылы сүт, жылы су, ертілген сары май, шекер, тұз, дрожжды жақсылап араластырып жібереміз. Үстіне електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. 1 сағатқа ашуға қойып қоямыз. Міне бізде ашып шыққан қамыр 2-3 есе көтерілу керек. Осыларды 90-100 грамм арасында өлшеп алып, домалақтап, табаға салып, 15-20 минутқа тағы да демалдырып қоямыз. Қыздар, міндетті түрде барынша өлшеуге тырысыңыздар, өйткені әрқайсының формасы әртүрлі болып қалмасын. Бетін жауып, 15-20 минут тағы да демалдырамыз. Міне демалған қамырларымыз іскен. Үстін кішкене сәл-сәл басып шығамыз да, үстіне жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып жағып шығамыз да, үстіне кішкене күнжіт сеуіп шығамыз, әдемі болу үшін. Осы қамырды пісіру үшін 220 градусқа 15-20 минутқа қойып аласыздар. Осындай қып-қызыл әдемі нандарымыз дайын. Енді котлетті дайындаймыз, қыздар. Ол үшін бізге кәдімгі қарапайым фарш керек. Қайсысы қанша грамм екенін міндетті түрде описание қалдыратын боламын. Міндетті түрде описаниені көріп шығыңыздар. Осы фаршымызға тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және өзіңізге ұнаған етке арналған приправаңызды қосасыздар. Мен паприка қостым. Жақсылап араластырып, қолмен кішкене ұрғылап жіберсеңіздер болады, қыздар. Дайындап аламыз. Осыны жабысқақ фарш болған кезде осылай жайып аламыз. Дәл мен видеода көрсеткендей етіп, барынша үлкендеу қылып жайыңыздар, қыздар. Майлы болса тіпті үлкен қылып жайыңыздар, өйткені бұл 2 есеге дейін жиырылып қалады, қыздар. Осылай дайындап алып, дайын болған фаршымызды майда қуырып аламыз. Дәл осы формада жасап аласыздар, қыздар. Жан-жағы доп-домалақ болу үшін осындай формамен өлшеп алсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Жан-жағы ирек болмай. Осы дайын болған фаршымызды табада қызып тұрған майда аз ғана май қосып, екі жағын бірдей пісіріп аламыз, қыздар. Міне бізде барлық затымыз дайын. Енді біздің бургерлерімізді жинауға кірісетін боламыз, қыздар. Мен барлық затты описанияға қалдыратын боламын, міндетті түрде. Ең бірінші бургердің нанын жаңағы котлет қуырған майда бөліп, екі жағын қуырып, кішкене кептіріп алсақ болады. Кейіннен барлығын заготовкасын жасап қоямыз. Бізге соус үшін майонез бен кетчупты араластырып жасадым. Сіздер кішкене ащыны жақсы көрсеңіздер, горчица да қоссаңыздар болады. Енді салатный листьяларды бөліп аламыз, кішкене нанға ыңғайлап, одан кейін помидорларды домалақтап турап аламыз. Кейін огурцыларды да турап аламыз. Осылай үлкенше қылып турап алсаңыздар болады. Негізі, қыздар, соленый огурцы қоссаңыздар да болады. Кейіннен пияз өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыз да, қоспасаңыз да. Енді жинауға кірсеміз. Дәл осы видеода көрсетілгендей бургердің нанына соусты жағамыз. Үстіне салатный листья, котлет, помидор, огурцы, одан кейін барып сыр және де ең үстіне бетіне тағы да бургердің нанына кішкене соус қосып жіберіп, осылай жинап шығамыз, қыздар. Екіншісіне пияз қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады, қыздар. Және де, қыздар, жасап көріңіздер, өте оңай, жасалу жолы да, заттарды ал балдарыңыз міндетті түрде сүйіп жейтін болады, рахметін айтып. Және, қыздар, менің каналыма жазылып қойыңыздар, өйткені жаңа жылдық басқа да өте көп рецепттер болады. Видеоны лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпайық.